Жаңа жылдық монша және жездем. Арман Сқабылұлы. Өзінің менен бір-екі жас қана үлкендігі бар. Құрдас деуге де болатын еді. Әттең, әпкемізді алып аяқ астынан жезде болып шыға келді. Жылтың жүрісімен едірейген мұртына қарап, қарғаның валеті деп ат қоя қойғанымды қайтейін. Той-томалақта кездесе қалсақ айналдыратын мен болдым. Ей қызталақ, әпкең ұнамай жүр, дұрысырақ жоқ бет деп көптің көзінше қанымды қарайды. Жақында анау Алматыңа барам, жасырақ қыздарың болса мұны жездеңе дайындап қой деп тағы күйдірді. Оның тілі сала құлаш. Журналистикада оқимын деген атым ғана менің. Мұндайды сөз таба алмай, қой аузынан шөп алмас момын болып қалатыным бар. Жездем соны білет, сосын құтырып жүр. Жаңа жылдың алды еді, моншаға жиналып жатқанбыз. Татаркадағы үйімізге сол жынды жездем келе қалды. Әй, мен сендерді іздеп келсем, қайда барасыңдар деп сөйлей кірді. Сенің ана әпкең продуктіге жіберген, ертең ауылға қайтам. Ал, апаратын жағыңа апар, үлгеріп қал. Жезде келді екен деп моншадан қаламыз ба, жинала бердік. Үшеумізде студентпіз, Табыл мен Бөкен ғой жанымда. Бізге кінә арта қоймас, үйде отыра тұрар. Әй, мен де барайын сендермен. Бір-екі саптаяқ сыра шейін деп жездем бізбен ере шықты. 80-ші жылдардың соңы болатын, қазіргідей сауна дегендер жоқ. Киров көшесі тауға тірелген тұста бір көпшілік монша болушы еді, соған жаяу тарттық. Жездем аузы жабылмай сөйлеп келеді. Анда-санда бір келгенде моншаға сүйреп, оны мен сүйреп келе жатқандай. Одан да көк базардың қасындағы ресторанға тарту керек еді. Казгуден қыздарыңды шақырып, ақша бар ғой, продуктіден үнемдеп едім. Тағы бастады. Үндемедім, ауыз соныкі, сөйлеп қояр. Моншада адам көп екен. Әзір дегенде кірдік-ау. Жуынатын жердегі будан бір-біріңді көру мүмкін емес. Әйтеуір жанымда жездемнің пысылдап жуынып жатқан сәлден соң байқадым. Екі досым көрінбейді. Бір кезде Бөкен иығымнан түртеді. Ана есікті ашпа, дейді сыбырлап. Ашып қалсам әйелдер жүр, Құдай оңдап мені байқамады. Бұрылып қарасам, бізге таяу жерде шынымен де есік тұр. Кәдімгі ерлер мен әйелдер бөлімінің арасын байланыстыратын есік. Моншада істейтіндер оны жабуды ұмытып кеткен болып тұр. Жездеме қарасым әлі пысылдап жуынып жатыр. Бір жаман ойдың сап ете қалғаны. Жездеке, дедім, жүр, ыстық барға кіріп шығайық, арқаңды сабап берейін. Жездем мұндай мейірімді менен күтпеген сыңайлы. Шылапшындағы суын басына төңкере салып, алдыма түсіп берді. Мына есіктен кіре бер, мен сыпыртқа келейін деп қала бердім. Жездем кіріп кетті. Бірден атып шығар дегем, шығатын түрі көрінбейді. Әлі жоқ. Бір кезде ар жақтан әйелдердің шыңғырған дауысы естіліп, салдыр-күлдір болып кетті. Есігі ашылып, басына шылапшын киген жездем біздің жаққа кіре бере етпетінен түсті. Түк түсінбегендей жерден көтеріп жатырмын. Адақтап есі шығып кетіпті. Үй, әкеңнің, кірсем будан түк көрінбейді. Жақындап барсам, ай, жалаңаш әйелдер. Күлкіден жарыла жаздап булығып әзер тұрмын. Жездем қолды бір сілтеп киінетін жаққа кетті. Соңынан барсам, маңдайына тор сиіп шыға келген шишкасын сипап әзер дем алып отыр. Бұл жолы қатырдың, үндемегеннен үйдей бәле деген көрерміз әлі. Жөні жығылып қалыпты, даусында діріл бар. Оу, жездеке, өзің емес пе? Алматының қыздарын айтып қоймай қойған. Көрдің бе? Жаман қайның оларды жалаңаштап тұрып көрсетті ғой. Енді арманың жоқ шығар. Әпкеме менің жасаған жақсылығымды айта бар. Бүгінде сол моншаның тұсынан жиі өтем. Сыртына сауна деп жазылып қойғаны болмаса, көп өзгермеген. Көрген сайын жездем есіме түседі. Айтпақшы, сол оқиғадан соң жездем орынсыз қалжыңдарын қойып кеткен. Соңғы. Жаңа жылдарыңызбен ағайын.